Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте. Ұлына бірақ айтпаптық сен, құлдықпен түрме біргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол есікті. Ұстатқан қалам, ұстатпады ол кесікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек. Ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін, енді, тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем, жонарқа менен мың жылдар өткен ол елім. Ұлылық жайлы ойлайды басқа. Жап-жас шақ, ұлы қорғандардың кереуін көрген жүрегім. 6 жасында ақырын көрген алыптым. Тәуелсіздік ше, ол менің тегім. Ұлдарыма оны дарттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Тәуелсіздік еліміздің тірегі. Ата-бабаларымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен алып берген жеріне тәуелсіздік орнады. Егемендігін алған еліміздің өз президенті, салт дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жігерлі жастардың арқасында еліміз тәуелсіздік тұғырына көтерілді. Тәуелсіздік бізге берілген ұлы құндылық. Тәуелсіз туған жерім Өрлік ауылы. Индербор кентінен оңтүстік-батысқа қарай 33 шақырым жерде. Жайық өзенінің оң аңғарында орналасқан. Ауылымның тарихи атауы Орлов деген атаудан пайда болған. Кейіннен қазақшалап Өрлік деп кеткен деседі. Құрылу тарихына тоқталар болсақ, ертеде, яғни 19 ғасырда бекініс ретінде танылған. Астрахан губерниясының картасында алғаш рет Орлов корпусы ретінде белгіленсе, тарихи құжаттарда Орлов атауымен 1807 жылдан бастап кездеседі. Дамудың негізгі кезеңдері ауыл 1929-1997 жылы Қаракөл қойын өсіретін Передовик кеңшарының орталығы болған. Кеңшар негізінде Өрлікте бірнеше шаруа қожалықтар жұмыс істеді. Күні бүгінге дейін мал сою орны облыс орталығындағы көптеген мейрамхана, ет дүкендер желісін етпен қамтамасыз етіп отыр. 1923 жылы Қабижан Абаханов атындағы орта мектебі ұйымдастырылып, 1960 жылдары балаларды қабылдай бастады. Басында 150-ден аса бала білім алса, кейіннен құрылыс басталып, 1986 жылы 2 қабатты жаңа мектеп салынды. Қазіргі таңда Қабижан Абаханов атындағы орта мектебінің 60-тан аса түлегі бар. Ата, сіздер армандаған тәуелсіз еліміздің ауылымыздың қазіргі дамуына көзқарасыңызды білгім келеді. Айтатын сөз көп қой, бірақ біздер дейтін осы ауылда жасымыздан өз еңбек еттік күнінде мынау ауыл шаруашылығында жұмыс жасадық. Ауылдың дамуы соны көре қалдық. Біздің Өрлік ауылы күнінде облыстағы республикаға аты шыққан үлкен ауыл болды. Осы шаруашылықты басқарып, Ленин өрденіне дейін алған ауыл болды күнінде. Осы шаруашылықты басқарып, жол сілтеп, осындай жақсылыққа бастап кеткен мынау Сағидолда Қуашты айтуға болады. Сол кісінің арқасында біздер мынау республикаға танымал ауыл болып, күнінде қой шаруашылығын өркендетуде үлкен жетістіктерге жеткен көптеген ағаларымыз болды. Социалист еңбек ері атанды, көптеген 5 еңбек ері болды осы ауылымызда. Осындай жақсылықпен жұмыс жасап, совхоздың өркендеуіне үлкен үлес қосқан азаматтар болып, күнде осының бәрін көре қалдық. Мынау енді 91 жылдан бастап мынау совхоздың несі тарап, тәуелсіздік алуға үкіметтің қаулысы шығып, содан енді тәуелсіздік алып, ауылымыз совхоз тарады. Мынау 93 жылы совхоз тарап, жеке шаруаға айналды. Бірақ енді қиыншылықтары болды көптеген. Сол қиыншылықтарды жеңіп, енді жастарымыз жұмыс жасады барынша. Ауылда зарплатпен жұмыс жасайтын жұмыс болған жоқ. Сондықтан енді қиындықтар болды. Осының бәрін жеңіп, күні бүгінге дейін осы ауылдың өркендеуіне
аз да болса жастар шаруашылық ұйымдастырып, үлкен жетістіктерге жетіп, жайлап жұмыс жасап жатқан жайы бар енді. Жақсы ата, сұхбатыңызға рахмет. Ауылымыздың табиғаты тамаша. Ауасы таза. Жазда 15-35 градусқа дейін, қыста қарлы. Жайылымдық жерлері керемет. Көктем-күз айларында жауын-шашынның орташа мөлшері 100-200 мм-ден аспайды. Қазіргі таңда кіші отанымның 3000-нан астам тұрғыны бар. Кәсіпкерлер көбейіп, мекемелер салынды. Осылайша ауылым дамып, өркендеді. Наубайхана, мәдениет үйі, мешіт, кітапхана, спорт кешені, балабақша, мектеп, емхана, тойхана, сұлулық салоны, бірнеше сауда орындары тұрғындарымыздың игілігі үшін қызмет көрсетуде. Мысалы, 120 шаршы метрлік наубайхана 2021 жылдың қараша айында ашылып, 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Тәулігіне 120 нан мен кондитерлік өнімдер дайындайды. Мәдениет үйі ауылымыздың көркеюіне үлкен үлес қосты. Онда би, домбыра, вокал, қолөнер үйірмелері. 2021 жылдың қазан айынан бастап ауыл жасөспірімдерін өнерге баулып келеді. Түрлі мерекелік шаралар, жазғы кинотеатр өткізіліп тұрады. Спорт кешені өз жұмысын 2021 жылдың мамыр айында бастады. Заманауи стандартқа салынған 2 қабатты нысан барлық қажетті құралдармен жабдықталып, спорттың бірнеше түрімен айналысуға толық жағдай жасалған. Аумағы 896,2 шаршы метр болатын ғимаратта бір мезгілде 300-дей бала 5 спорт түрінен жаттыға алады. Атап өтсек, дзюдо, қазақша күрес, баскетбол, волейбол, жеңіл атлетика. Бұдан бөлек кешен жанында футбол алаңы да орналасқан. Ауылымда мешіт құрылысы 2021 жылдың мамыр айында басталды. 150 адамдық мешітте заман талабына сай намаз залдары, Құран оқу залы, дәрісхана, қызметкерлер бөлмесі және мешіт жанынан имам үйі салынады деп жоспарлануда. Туған жерімнің өркендеуінің тағы бір көрінісі тас жолдың төселуі. Әрбір үйдің ауыз сумен қамтамасыз етілуі. Сонымен қатар балаларға арналған ойын-сауық алаңының құрылысы да басталды. Адамға ең ыстығы туған жері. Туған жерге жететін ғаламда әсте жер жоқ. Туған жерімізді дамытып, өркендету өз қолымызда. Ауылдың көркеюіне үлес қосу барлық азаматтың парызы деп ойлаймын. Менің ауылым да болашақта ең озық ауылдардың қатарына қосылатынына нық сенімдімін. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Олай болса біз ауылымыздың өркендеп даму тарихының жаңа парағын жасауға үлес қосамыз.